Жоғары оқу орнын тәмамдап, ұстаздық қызметке бет бұрған Әрін Қайсаұлы бүгінде 5-11 сынып оқушыларына математика пәнінен сабақ береді. Жас педагогтың оқыту тәсілі де өзгеше, яғни есепті қарапайым жолмен түсіндіру арқылы оқушылармен тез тіл табысады. Қандайда бір күрделі есепті оңай жолмен шығу тәсілін іздеу арқылы баланың ой өрісін дамытады. Олай болса, дәл қазір сиқырлы шаршылар мен ғажайып дөңгелектерге арналған есептің оңай шығарылу жолын көрейік. Сиқырлы шаршылардың түрі өте көп. Ол бізде ең қарапайым түрі 3-3-тік шаршыдан бастайды. 3 көбейту 3 түріндегі шаршы. Яғни жолда 3 баған, тігінен 3 клеткадан. Осы шаршының ішінде, яғни бізге берілсе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген сандар. Осы 9-ға дейінгі сандарды осы шаршының ішіне орналастыру керек. Шар. Жолдағы 3 санның қосындысы, әрқайсы 3 санның қосындысы өзара тең болу керек, және бағандағы 3 санның қосындысы өзара тең болу керек. Және де диагонал бойындағы сандардың қосындысы барлығы тең болу керек. Ең қарапайым тәсілі қосымша клетка сызу әдісін көрсетейін сіздерге. Енді осы сандарды ретімен орналастырамыз. Ретімен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді бізге негізгі шаршымыздың ішіне қазір 5 сан кіріп болды. 5 сан орналасып болды. Енді қалған 4 санды сыртқы клеткада қалып қойды. Осы 4 санды бұл шаршының ішіне орналастыру керек. Оны орналастыру үшін мына жолдың бойында 2 бос орын тұр, және 2 сан қалып қойды. 1 деген санды қарама-қарсыда бос орынға жазамыз, 9-ды оған қарама-қарсы бос орынға жазамыз. 3-ті мына орынға, онда сәйкесінше 7-ні мына орынға жазсақ, бұл клеткаларды өшіріп тастайтын болсақ, қазір біздің сиқырлы шаршымыз орындалды. Яғни, тексеріп көрейік. Қосып көрсек, 9, 6, 15. 10, 15. Бұлай қоссақ та 15. Тігінен қоссақ, бұл да 15. 10, 15. Барлығын қоссақ 15. Диагонал бойымен қосып көрсеңіздер де 15. Диагонал бойымен қоссақ та 15. Бұл біздегі 3-3-тік шаршының ең қарапайым түрлері. Жалпы қазіргі таңда түрлі арифметикалық есептерді қарапайым тәсілдер арқылы шығаруға болады. Әсіресе мектеп жасына дейінгі балаларға да түрлі мультсериалдар мен көрнекіліктерді пайдалана отырып есепті қарапайым әдістермен түсіндіруге мүмкіндік бар. Мамандар мұндай амалдар тек логиканың дамуына емес, жалпы мидың тынық, ойдың сергек жүруіне септігін тигізеді дейді.